Сәлем достар. OpenAI компаниясы адамды таңғалдырудан жалықпайды. Дәл қазір Sora платформасын ойлап тапты. Бұл не дегеніміз? Бұл дегеніміз видеоларды текст арқылы шығару. Яғни сіз текст жазасыз, промпт арқылы сізге генеративті видео шығарып береді. Алдында біз үйреніп қалдық қой, DALL-E немесе Midjourney арқылы, текст арқылы фотоларды түрлендіріп шығарып. Енді қазір видеоға кірісті. Сэм Уолтман деген жігіт. Қараңыздар, мына видеода промптты ресми сайтын қарап отырмын. Промптқа не деген подсказкаға текст жазған. Stylish woman walks down a Tokyo street, яғни сәнді киінген әйел Токио көшелерінде жүр дейді. Қандай киім кигенін, аяғында не кигенін, очки кигенін бәрін көрсетіп берген. Енді қараңыз, генеративті видео қалай шығарып беріп жатыр. Құдды бір адам түсіріп отқандай, бір мобилог түсіріп отқандай, бірақ бұны бізге генеративті видео жасанды интеллект шығарып беріп отыр. Бақ шіркін, детальдардың өзі қалай алып отыр. Құдды бір тірі адам секілді. 59 секунд. Келесі видеосын көрейік. Промпт не деген бірнеше мамын, яғни қарда жүргенін көрсеткен. Енді қараңыз. Мына құдды бір киноның трейлері секілді бір дайын өнім. 10 секундтық видео екен. Келесі видеосын көрейік. Movie трейлер дейді, яғни 30 жасар жігіттің қызыл қалпақ киіп, cinematic style, яғни кино стилінде түсірілген 35 мм фильм, яғни объективте түсіргенін көрсетіп өткен. Мынаны көріп бір ғарыш киносы көріп отқан секілді болып отырсың трейлерін. 17 секунд шығарып беріпті бізге. Келесі видео. Промптта не деген, яғни дрон виді бар. Мынандай Big Shores Карай атты жер ау деймін. Соны түсірілген. Қараш, қандай эффект, қандай видео мынау. 8 секунд істеліпті. Келесі. Анимацияны қараңызшы. 3D стилінде реалистичный. Яғни монстр мынау свечаның қасында қолын жылытып таңғалып отыр. Яғни промптқа да осы сондай подсказкалар беріп өткен. Біз болашақты көріп отырмыз қазір. Болашақ технологияларын. Мынау да су астындағы рифттегі жануарлар, түрлі түсті анимация стилінде екен. Екінші мына құс Виктория өмірде бар ма жоқ па екенін білмеймін, бірақ Reels форматында беріпті. Қызық. Келесі видеоны көрейік. Мына видео, мынау промптта не деген фотореалистик. Яғни кофенің ішінде екі пираттардың батылы, яғни соғысын көрсетіп берген. Сізге компьютер жасанды интеллект осын шығарып беріп жатыр. Пираттың кемелерін кофеде қалай толқып жүргенін қарашы. Мұндай эффект. Келесі видео. Промптқа 20 жасар жігіттің аспанда бұлттың үстінде отырып кітап оқып отқанын көрсет деп жазған. Бізге компьютер осын шығарып берген. Кісі өмірде жоқ болуы да мүмкін. Яғни рандом арқылы шығарылған бейне. Қандай реалистичный видео. Мына жерде де біраз видеолар көрсетілген, яғни тарихи калифорниялық кино түсіру дейді, footage,
Одан бөлек мынау бұл да анимациялық стильде. Мына жерде зумда алатынын көрсеткен, иә, қараңыздаршы. Көз қарашығын айнытпай салған. Кенгурудың билегені кәдімгі дайын мультфильм. Аласта өзіңіз ойыңыздағы мультфильмді шығарып бере бересіз болашақта. Өзіңіз мультфильм сала бересіз. Мен ойлаймын, болашақта біздер жасанды интеллект шығарған киноларды көреміз. Яғни қазір бір ғана минут көрсетіп отыр ғой, болашақта мүмкін созылады 30 минут, 1 сағат, 2 сағат, яғни дамыған сайын. Сізде таңдау болады, адам түсірілген киноны көресіз бе, әлде жасанды интеллект генеративті видео түсірілген видеоны көресіз бе? Кәдімгі фантазияның ұшқырлығы. Адам сенгісіз видео картиналар көруіңіз мүмкін. Мен мысалы барар едім, қандай біздің ғылым, технология қай жаққа кетіп бара жатқанын көру үшін. Мінекей мынада. Мынаны адам түсірді ма, дрон түсірді ма, или жасанды интеллект түсірді ма, айныта алмайсың. Айтпақшы, бұл жерде оқығаным, кейбір мәселелерде бұларда яғни проблемалар болып отыр. Бұл дегеніміз, яғни кейбір табиғи элементтерді дұрыс анықтай алмайды. Мысалы, оқыдым, мысалы стаканның сынғаны, яғни анық шығара алмайды. Сол себепті кейбір табиғи құбылыстарды кем-кетіктері болуы мүмкін. Сондықтан қазір тест жасап жатыр. Яғни бұл тестке барлық адам қатыса алмайды, тек сол жердегі белгілі бір дизайнерлер, разработчик, тестировщиктер қатысады. Болашақта бізге де шақырылым жіберсе қатысуымызға болады. Міндетті түрде қатысу керек деп ойлаймын. Дегенім осы. Дәл қазір біз үлкен бір ғылыми технологияның куәгері болып отырмыз.